Каир қаласы ең лас және үйсіздерге толы қала. Мусор арасында өмір сүретін адамдар қаласы. Сонысына қарамай әлемнің түпкір-түпкірінен миллиондаған туристерді ғажап пирамидасымен тартатын қала. Бүгінгі видео Каир қаласы туралы. Бисмилля деп желеп Каирға қарай жолға шығып бара жатырмын. Қазір мына Шарм-эль-Шейхтің жатырған отелімізден Шарм-эль-Шейхтің автовокзалына дейін Go-Bus деген жер. Сол жерге дейін Алла қаласа серфтармен жетіп алатын боламын. Бисмилля деп шығып бара жатырмын. Жолым болсын. Бала күніндегі арманымды жүзеге асырып, Алла қаласа пирамидаларды көріп келем деген ойдамын. Аллаға шүкір, мен келдім автовокзалына. Кеше билет сатып алған жігіт отыр екен, мені есімде екен. Алла қаласа бәрі по плану ма десем, бәрі жоспар бойынша дейді. Алла қаласа примерно мынандай автобус па, или басқа ма, осы ма, осындай бір автобус қазір келеді. 11-де Алла қаласа мен Каир қаласына шығатын боламын. Дәл осындай суперджет сияқты автобус кассалары көп осы айналада. Бағаларында сәл-сәл айырмашылық бар. Кез келгеннен билет алсаңыз болады. Мен автобусқа отырдым. 42-ші орын. Алла бұйыртса енді таңертең Каирға жетем деген ойдамын. Мен ұйықтаймын жол бойы. Таңертең Алла қаласа оянғанда уже Каирде оянам деген ойдамын. Егер түнде бірдеңе болып жатса, соның барлығын саламын. Әзірге қоштасамын сіздермен. Алла қаласа таңертең Каирде жолыққанша. Түнде ұйықтаймын деген керемет ой жүзеге аспады. Синай түбегінен Африка құрлығына өтетін шекарадан тоқтатулар көп болды. Видеоға түсіргізбейді. Өзің барғанның минусы осы екен. Тур автобусымен барсаңыздар, мұның бірі де болмас еді. Аллаға шүкір, мен келдім. Мен Каир қаласындамын. Бәрі жақсы болды. 6 сағат жүрдік Шарм-эль-Шейхтан. Ең көп тоқтаған жеріміз сол Суэцкий каналдың астынан өтетін кезде шекарашылар солар кішкене тексерді. Ондай болмаса, басқалай бәрі жақсы. Енді қала аралауды бастаймыз. Менің Египтендегі 8-ші күнім осы Каирда өтпек. Алла қаласа алда қалай қызық видеолар болады деген ойдам. Сондықтан каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Мен алғаш рет Нилді көруім. Бұл деген Африка құрлығындағы ең үлкен өзен. Осы Каир қаласының қақ ортасынан кесіп өтеді. Мен қазір оның дәл үстіндемін. Қазір таңғы сағат 7 емес, бір түскі уақыт сияқты. Барлығы қайнап жатыр. Қозғалыс, адамдар, сауда-саттық, барлығы қайнап
жатыр. Ешкім тоқтап тұрған жоқ, қаңа екен ғой деп жатырған жоқ. Қызу тірлік Каирде басталып кетті. Каир қаласы үйсіздерге толы деген рас екен. Өз көзімен көріп таң қалдым. Қаланың қақ ортасында көшеде ұйықтайтындарды таңмен жүрсең көптеп кездестіруге болады. Адамдар дәм қысылмайды, кейбіреулер оянып алып, баклажкамен беті қолын жуып, тісін шайып отырғандарды да көрдім. Оларды видеоға түсіруге ыңғайсыздандым әрине. Бірақ шынымен солай екен. Каир қаласы үйсіздерге толы екен. Каирда бір жақсы осындай салқын сулар бар екен. Жуынып алуға болады, су ішуге болады, бірақ мынандай ыдыстармен су ішу қаншалықты таза болады, оны білмеймін, бірақ жуынып алуға өте жақсы. Егер ыдыстарыңыз болса, таза ыдыстарыңыз, су құйып алуға болады. Өте мықты, сап-салқын. Египетте бензин 95 13.50, 92 12.50. Осыны 10-ға көбейтсеңіз, біздің теңгемен шығады. Сонда теңгемен 125, 95, 135 литрға. Ештеңе сдача қайтармады. Ценасы сондай болып тұрған шамамен. Шүкір, мен келдім. Қазір пирамида жаққа кіретін жерге барам. Осы жерге дейін маған көп гид жақындады деп, мен гидпін, мен бәрін түсіндірем, мен бәрін айтам, мен бәрін сықитам, анау деп. Әзірге маған гидтің керегі жоқ. Барымша сыпайы түрде барлығына жоқ деп айттым. Енді мына жерден пирамидаға кіретін жер осы жер. Алла қаласа осы жерден ходқа ақшасын төлеп, осы жерден кіретін болам. Міне гидтің тағы біреуі жақындап тұр.
Міне билет осындай болады. Ценасы 540. Біздің теңгеге айналдырғанда 5400 теңге. Картамен төледім. Біздің народный карта болсын, Каспий болсын, барлығы үйлеседі. Касса менің артымда тұр. Мына жерде касса менің артымда тұр. Соны сатып алғаннан кейін барасыз да, ана жақтан кіретін жерден картаны көрсетесізді, сосын кіре бересіз. Аллаға шүкір, мен әйтеуір кірдім. Менің артымда пирамидалар тұр. Бар жоғы 5400 теңге. Әлемнің 7 кереметінің бірі дәл көз алдарыңызда. Қазір осы жерден бастап қараймын. Мен өз аяғыммен келдім. Аллаға шүкір, осы жерге дейін келгеніме. Енді қазір барлығын аралап, бар білгенімше, барымша түсіріп алғанша сіздерге көрсететін боламын. Маған мына артында келе жатырған гид, сондайлар барлығы кедергі жасауда барынша. Ананы предлагать етеді, мынаны предлагать етеді. Барынша сыпайы түрде барлығына жауап беріп айтып жатырмын. Керек емес, рахмет деп. Соның өзінде де қоймай жатыр. Ана қақпаның ар жағында да өте көп адам жақындады. Және түсіруге болмайды, видео түсіруге болмайды, бүйтуге болмайды, ананы сөндір, мынаны сөндір деп неше түрлі әңгімелерді айтты. Бірақ ешқайсына қаралмай, мен осы жерге дейін ешқандай гидсіз ютубтан қарап келдім, осы жерге көрдім. Менің бала кездегі арманым жүзеге асып жатыр. Сіздер де егер Египет еліне келіп жатсаңыздар, міндетті түрде пирамидаға келіңіздер. Пирамиданы көру деген ол бөлек. Қазір жақынырақ барып, барлығын сіздерге асықпай көрсететін боламын. Осы сфинксті әлі күнге дейін білмейді, не ер екен, не әйел адам екен. Біреулер айтады, бұл құдай болған дейді, типі. Біреулер айтады, патшайым болған дейді, біреулер патша болған дейді. Әлі күнге дейін ешкім білмейді. Және бұны құлатқысы да келген, сындырғысы да келген кезінде бұның мұрнын Пушкин, Наполеонның өзі Пушкин атып, кезінде Египет жаулап алған кезде Пушкин атып, мұрнын сындырған екен. Көзін барлығын сол Пушкин атқан екен. Және бұның сақалы болған екен. Біреулер айтады, сақалы болды, сол Пушкинлердің кесірінен түсіп қалды дейді. А біреулер айтады, сақалы болған жоқ дейді. Егер сақалы болған болса, ол аңыз бойынша патша болады. Ал егер сақалы жоқ болған болса, онда патшайым болады. Сондықтан әлі күнге дейін сондай бір дау әлі бар. Атақты сфинкс деген осы. Мына пирамидадан бастап, мына жерге дейін жететін мына екі жолды көріп тұрсыздар ма? Бұның барлығы кезінде тас тасуға арналған жол екен. Сіздер «Миллион лет до нашей эры» деген киноны көрдіңіз бе? Егер көрмесеңіз қарап жүріңіз, сол кезде үлкен бизондармен үлкен тастарды сүйреп жатады. Адамдардың күшімен, бизондардың күшімен. Сонда көрсетіледі пирамидаларды қалай салғанын. Сонда бизондармен үлкен тастарды осылай сүйреген екен. Жайлап көтере берген. Сөйтіп ең жоғарына дейін сөйтіп салған екен. Көп жылдар бойы салған екен. Пирамидаларды құрастырған тастарды осы Кайро қаласынан шатаспасам 500 ба 600 ба километр жерден кесіп, төрт-бүштетіп, қайықтармен Нил өзені арқылы тасыған екен. Дәл солай көптеген корабльдермен, көптеген кемемен сөйтіп мыңдаған, миллиондаған болар. Сондай тастардың барлығын тасыған екен. Тастарды қараңыздар, қалай тұрғызған. Баяғы кезде тұрғызған, әлі күнге дейін тұрған.
осындай үлкен тастарды көптеген километр жерден тасып әкеліп осылай қойып және оның төбесін осылай жапқан екен. Мына жерде гид японстарға күшті түсіндіріп жатыр. Білмеймін, енді японша түсінбеген соң, бірақ тыңдаңыздар, бірден айтқан сайын эмоциялары мықты. Міне осындай деген сияқты. Бұдан да қызық егер эмоциялар кетеді қазір. Әне қызық қоры, қыз балдардың сондай етіп дегені өте қызық. Маған өтіп жатыр ал. Сіздерге қалай? Сіздерге де өтіп жатса бір күлкілі смайлик комментарий жаза кетіңіздер. All this? Here. No, thanks. Әлі жүрген мен артынан. $5 бастап желер түсіп келе жатыр. $4 түсті. Тағы бір жарты сағаттан кейін, бір сағаттан кейін $3, $2 түсетін сияқты. Өздері келе береді. Шақырмасаң да келе береді. Қоймайды. No, thanks, bro. Сен үшін жатқызып жатырмын, сен үшін отырғызып жатырмын дейді. Ойлары қандай керемет осы жігіттердің. Бір жағынан дұрыс қой енді. Ақша табу керек, бірақ бұндай туристерге қатты айта бермеу керек қой. 150. Басталды. Осы жаңа тек айтып болып отырса, келесі шығып жатыр ғой. Қазір осы кісілер мені ұмытып кетеді. Кішкене соң тағы да айтады. Түйе керек па? Ат керек па? Деп. Міне мен жақтан тағы біреу келе жатыр. Дәл банаға тек ән қоймайды, артынан келеді қазір. Не істейсің? Амал который. Шыдайсың, төзесің, барынша максималды түрде сабырлы боласың ғой. Басқа не істейсің? Қазір қырылсаң, мен алады да бір жерге апарып отырғызып тастайды. Ал оған не? Ол өздері сөйлесіп тастайды да кетеді. Ал мен қаламын. Сондықтан барынша өздеріңізді ұстауға тырысыңыздар. Бұл ең кіші пирамида болғанмен, бұның ішіне кіруге болады. Оған бөлек ақша төлеп, ішіне кірсеңіздер болады. Ішінде дәм қызық жоқ. Тек үңгір кіресіздер, болып шығасыздар. Бір ғимарат сияқты, бөлмелер сияқты болса екен, онда ештеңе жоқ. Кейбір жерлер кілтеулі тұр, сондықтан тіп-тікесінен бүйтіп кіресіздер, тіп-тікесінен шығасыздар. Бала күнгі арманды орындап, осы пирамидаларды көріп жүргенде әлі сене алмай жүрмін. Мына жердегі түйеге мін, атқа мін дейтін адамдар сезіндіре алмай жатыр. Ішімнен сезініп жатырғанмен, сыртқа шығарып сөзбен айтып жеткізе алмай жатырмын. Сіздердің бала күнгі армандарыңыз бар ма? Мысалы үшін біреу әлем чемпионы болғысы келеді, біреу ғарышкер болғысы келеді, ұшақ айдағысы келеді.
Біреу Парижге барып суретке түскісі келеді. Біреулеріңіз мен сияқты пирамидаларды көргіңіз келеді. Міне сондай арманым орындалып жатыр. Аллаға шүкір. Сол видеоға түсірем деп, YouTube каналға түсірем деп мотивация берген бүкіл барлық менің подписчиктерім бәріңізге мыңда бір рахмет. Бүгін Египеттегі 8-ші күн. Дәл осы 8-ші күнге тұспа-тұс келіп тұр. Негізінен 7-ші күні келуім керек еді, бірақ ол күні билет болмай қалды, білесіздер, алдыңғы видеодан көрдіңіздер. Енді бәріне де шүкірлік етемін. Қазір міне келдім, пирамидаларды көрдім, дәл қасына бардым. Үстіне шықпағанмен етегіне болса да тастарына шығып, көріп, фотоға түсіп, мәңгілікке өзіме естелікке 7000 жыл бұрынғы тарихтың барлығын сезініп, жақсы керемет күймен жүрмін. Сосын қыздар, жігіттер, маңызды ақпарат айта кетейін, пирамидалар туралы және пирамиданың айналасы туралы. Көп жер осындай цемент, бірақ дегенмен топырақпен жүруіңіз мүмкін, ыссы жерде жүруіңіз мүмкін. Сондықтан осындай ыңғайлы кроссовка киген дұрыс болады. Сондықтан пирамидаға келемін деп жатсаңыздар, не кисем болады деп жатсаңыздар, кроссовка кигеніңіз дұрыс болады. Өте мықты әсермен қимай кетіп бара жатырмын, шығып бара жатырмын. Пирамидалар мәңгілікке менің жүрегімде. Сіздерге міндетті түрде кеңес беремін. Егер сіздер ұнатсаңыздар осындай пирамидаларды, әрине міндетті түрде Египетке келсеңіздер, келіңіздер. Мынан пирамидадан шыққанның өзінде де мені No thanks. Okay. Шыққанның өзінде де мен деген осылай кетіп бара жатырмын да. What? Сіздер де егер келгілеріңіз келсе, дәл осылай мен сияқты келсеңіздер болады, автобуспен, немесе турмен де келсеңіздер болады. Барлығы өзіңізге байланысты. Мен ең соңында Шарм-эль-Шейхқа жетіп алайын, содан соң қанша ақша кеткенін, және турмен сіз қанша ақша жоясыз, және былай өзіңіз мен сияқты автобуспен келетін болсаңыз қанша ақша жоясыз, соның барлығын видеоның соңында сіздерге міндетті түрде айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бір тегін лайфхак айтайын менен. Пирамидадан шыққан бойда дәл осы жерде осындай бочкалар тұр. Қызыл және фиолетовый түсті. Осыдан осылай кнопкасын бассаңыз болды. Мұздай салқын су ағып жатыр. Ішуге келеді. Міне осы адамдар ішуге алады. Тегін лайфхак. Су сатып алып, немесе босқа ақша жойып жүрмеңіздер. Осы жерден жуынып табуға болады. Өте сап-салқын ең бастысы.
Сонымен керемет пирамида жақтан ең лас ауданына көшеміз. Халық арасында Қоқыс қала деп аталатын ауданға жол тарттым. Ол ауданға бүкіл Каир қаласынан барлық қоқыс келеді екен. Керегін алып, қайта тапсыру орындарына тапсырады. Сол жұмыстардың барлығын атқаратын адамдар осы жерде күніне $5 шамасында ақша табады. Теңгемен 2000-2500 теңге. Осы жерде мыңдаған адам сұрыптап соның бәрін бөледі. Жаман аудан болған соң қауіпті жер болып есептелінеді. Сондықтан осындай жерге келерде 10 рет ойланыңыз. Осындай жерлерді көрген кезде көп нәрсеге шүкірлік етеді екенсің. Шынымен біздің Қазақстанымыздың жағдайы шүкір екен. Автобусымыз Каир қаласынан Шарм қаласына Тахрир Сквер деген жерден қозғалады. Сол жерге Каир метросымен жетіп алуды шештім. Бір жағынан Египет метросында көрейінші деген ой. Сөйтіп жүріп, Египет метросымен де жүреміз. Осындай карточка береді. 6 пункт тұрады екен. Дәм қиындығы жоқ. Сенен өтсіз болды. Дәм қиындығы жоқ. Метролар жақсы екен, кондер мен самсаның керемет. Машалла. Мына намаз оқу орны бар екен метрода. Осы жерде жоқ болса да метро түсіріп алдым. Аман-есен автобусыма отырдым. Қайтар жолда да шытырман оқиғаға толы болды. Жергілікті адамдармен жүрсең, осы жергілікті халықтың қандай проблемалары бар, қандай жұмыс жасауға шектеулері бар, солардың барлығын біліп алуға болады. Жаңа бізбен бірге келе жатырған 5-6 адамды түсіріп, кері Каирға орта жолдан Каир жіберіп жатыр. Себебі солардың кейбіреулерінде ID деген бір несі жоқ екен, жұмыс жасауға рұқсат па, сондай бір қағаз береді екен үкімет. Сондай қағаздары, сондай ID нелері жоқ болып шықты да, енді солар Каирға қайтып бара жатыр. Ана жақтан орта жолға дейін келіп, кері қайтып кеткен деген жаман екен. Жаңа көрдім, түсіруге ыңғайсыздандым. Полицейскийлер қуып жатыр да, жолдың ар жағына шығарып, машинаға отырып ары қарай басындар деген сияқты. Сондай проблемалар бар екен. Соның барлығын осылай жергілікті халықпен бірге солардың автобусында жүргенде ғана біледі екенсің. Бұлай басқа уақытта Шарм-эль-Шейхте отельде жатса, мұндай нәрсенің барлығын білмес едім. Сондай бір қызықтар болып жатыр. Сосын паспорт контроль туралы айта кетейін. Мына жақта Синай деген канал бар ғой, соның астынан өтер кезде от үйді тексереді. Сумкаңды барлығын бара тұрған кезде біз сумкаларымызды ашып, қолдарын тығып, ішінен бәрін қарады. Паспортты қарады.
мен паспортымды алып кетті де артынан кері водитель арқылы беріп жіберді. Сондықтан мен сияқты жүретін болсаңыздар қобалжып керек емес, егер сіздің паспортыңызды алып кетіп бара жатырса, ішінде ең бастысы виза болса болды. Сосын қайтып келе жатырғанда да қазір Каирдан Шарм-эль-Шейхқа қайтып келе жатырмын ғой. Бұл кезде де тоже тінту болды, ана жақтан қолмен емес, уже андай сканермен өткізіп, сөйтіп соңғыны сканерден өткізіп қарады аэропорттағыдай. Содан соң кеден қызметкері ішке кіріп, бәрін паспорттарын қарап, жергілікті Египет елдерінің адамдарын бетіп қарат та қоя салып, артта бір полицияналық жігіт отыр, соныкін және менің паспортымды алып кетті де артынан біздің жүргізушіміз арқылы кері беріп жіберді. Сондықтан паспортыңызды алып кетіп жатса, қобалжымаңыздар, өздері тіркей ма, бірдеңе істейді. Мен орнынан қозғалған жоқпын. Менде бәрі дұрыс, себебі визаңыз болса болды. Сізге ешкім ешқандай әңгіме айтпайды. Қай жерден бастадым, Каир қаласына саяхатын дәл сол жерге келдім. Аллаға шүкір, Каир қаласына аман-есен барып келдім. Сол уақыт жағынан, сол уақыт 6 сағаттың үстінде жүрдік. Мына жолда тексерістер, полициялар, анау-мынаулар, солар тексере бергендері болмаса, басқалай бәрі жақсы, бәрі тамаша. Ең бастысы бала күнгі арманымды орындап, өзім көргім келген пирамидамды көріп, ұмытылмас керемет әсерімді алып келдім. Егер менің видеоларым ұнап жатса, каналға тіркеліп, колокольчикті басып, барлық бөлімдерін қарап, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше. Саяхаттаңыздар достар. Әлем біз үшін жаратылған.